Сәлем достар, бүгін OLX-қа жарнама беруді үйренетін боламыз. Жарнама беру үшін OLX-қа кіреміз. Алдыңғы сабақта айтып кеткен мен OLX-қа тіркелу жайлы. Енді біз жарнама беру жайлы үйренетін боламыз. Жарнама беру үшін төмендегі мінекей подать объявление дейді ғой, жарнама беру батырмасын басамыз. Басқан кезде бізге осындай блог ашылады. Ол блоктан не істейміз? Фотоны басқан кезде бізге біздің іштен таңдап ал дейді. Не сатасың? Мысалы, біз реставрация мебельмен айналысқан болайық. Осын саламыз фотоны. Фотоны салғаннан кейін барып, заголовкаға осы OLX-тан іздейтін адамдарды жазамыз. Мысалы, реставрация мебельді қалай іздейді? Мысалы, іздеу мүмкін мебель жөндеу. Мебель жаңалау. Тағы не деп іздеу мүмкін? Реставрация мебель де мүмкін. Реставрация мебель. Тағы не мебель деп іздеу мүмкін. Тағы не деп іздейді? Жалпы бұл заголовкаға не жазамыз? Заголовкаға адамдар қалай іздейді соны жазамыз. Бұл жаққа оферт жазып қоймаңыздар. Адамдарға қалай іздейді адамдар соны жазасыз. Мысалы сіз сантехник болатын болсаңыз, сантехник деп жазыңыз. Мысалы сіз дарбаза істейтін болсаңыз, дарбаза. Тағы не бар? Мысалы темірден жасалатын бұйымдар жасайтын болсаңыз, дарбаза дейсіз, навес дейсіз, как-то сондай нәрселерді жазасыз. Адамдар қалай іздейді сізді. Сол іздеген кезде сіз шығуыңыз керек. Ол үшін клиенттің жағдайына сіз бірінші түсуіңіз керек болады. Сосын рубриканы таңдаймыз. Мысалы өзімізге таңдап қояды бірінші. Изготовление мебель дейді. Давайте осыны жазайық. Сосын частный ма, бизнес па дейді. Сіздерге айтайын, бизнесті таңдаңыздар. Себебі негізі артықшылық кемшілігі жоқ, бірақ частный болғандықтан OLX ойлайды, что бұл маған бір ғана жарнама береді деп. Ал бизнес дегенде ол ойлайды, оптым. Маған көп жарнама береді, бұл бизнеспен көп жарнама береді, сондықтан да бұған арзандатайын дейді. Сосын мына жаққа сіз өзіңіз офер копирайтинг жазасыз. Мысалы, сәлеметсіз бе деген секілді. Бұл офер копирайтинг осы жерге жазылу керек. Call to action болу керек. Мысалы, оферіміз, мысалы, біздің изготовление мебель офері болсын. Сіздің жиһазыңызды 7 күн ішінде әкеліп жеткізіп береміз. Егер бір күн кешіксек, ақшаңызды толық қайтарып береміз. Осылай жазамыз. Сосын мына жаққа жазамыз. Тапсырысты тек бүгін ғана қабылдаймыз. Тапсырыс беру үшін төмендегі номерге хабарласыңыз. Хабарласыңыз, өзіңіздің номеріңізді жазып қойасыз. Сосын мына жақтан өзіңіздің мекен жайыңызды қоясыз. Мысалы, сіз Алматы болсаңыз, мысалы Шымкентке жібергіңіз келсе, Шымкентке адамдар көргіңіз десеңіз, сондай нәрселерді белгілеп қоясыз. Өзіңіз мысалы Абая, Правда, мысалы автонар жақта
көрсететін болса местоположение таңдап жібере саласыз. Адресныйді жазу міндетті, жазу керек. Сосын астында өзіңіздің номеріңіз тұрады. Предпросмотр деген батырманы басу арқылы сіз сіздің өзіңіздің мебельді қалай қою керектігін түсінетін боласыз. Жалпы клиенттерге қалай көрінеді, соны білетін боласыз. Көрдіңіздер ме? Опубликовать батырмасын басамыз. Осыдан кейін барып опубликовать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін барып бізге ақылы жарнама жібересің бе деп шығады. Мүмкіндік болса сіздерге айтайын, бірінші бесті продажаға қойып тестілеп алыңыздар. Сосын барып тұрбаға шығарасыздар. Негізі тұрбаға шығарған дұрыс, бір ай тұрады. Ал егер сіздің қазір қаражатыңыз болмай сондай қиындықтар болып жататын болса, онда төменде оплатить батырманың төменінде не рекламировать деген батырма тұр. Соны басамыз. Бассақ бізде не істейді? Бізде бұл шығады, тегін шығады. Тегін шығып, бұл кетеді жалпы. Қазір тексерісте жүр. Жалпы сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Егер кейбір сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы YouTube-тың комментариясына жазсаңыз болады.